Сәлем достар, бүгін сіздермен біз осындай дәмді әрі жұмсақ, сочный голубцаларды дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен керекті заттарды видеоның астына жазып кететін боламын. Ал алдымен біз капустаны қайнаған суға кемінде 20-30 минутқа салып қоямыз. Немесе капустаны қайнатсаңыздар да болады. Сонда капустаны жұмсарып, орағанда жыртылмай жақсы оралатын болады. Одан кейін пиязымызды турап, тартылған етпен бірге жақсылап араластырамыз, артынша күрішті саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Ал ендігі кезекте капусталарымызды орауға кірісеміз. Егер де сіздердің капусталарыңыздың ұшы қаттырақ болса, сәл ғана пышақпен кесіп алуларыңызға болады. Мінекей видеода көрсетілгендей әдемілеп орап аламыз. Мен сонымен қатар болгарский перецпен де жасадым. Олай да өте дәмді болып шығады. Мінекей бәрін әдемілеп орап алдым. Ендігі кезекте подливін жасаймыз. Ол үшін пияз, қызанақ, сәбіз үшеуін жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін үстіне сәл ғана су құямыз. Суымыз қайнағаннан кейін жарты подливін бөлек ыдысқа құйып аламыз. Енді жайлап голубцаларымызды әдемілеп тізбектеп орналастыратын боламыз. Бірін үстіне бірін жақсылап, осының үстіне подлив қоямыз. Артынша тағы да қалаймыз, үстіне тағы да подлив қоямыз. Осылай слой қылдырып жасайтын боламыз. Енді қақпағын жауып, баяу отта 45-50 минут пісіретін боламыз. Міне достар, біздің голубцаларымыз дайын болды. Егер де менің рецептім ұнаған болса, видеом ұнаған болса, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.